Сәлем қыздар, бүгін манты жасаймыз. Ол үшін ұнға жұмыртқа, су және тұз қосып, қамыр илеп аламыз. Қамыр қаттылау болу керек. Начинкасына фарш, блендерден өткізілген пияз, қара бұрыш, тұз, картоп, кез келген зелень немесе петрушка қосып араластырсаңыз болады. Мантыларды видеода көрсетілгеніндей етіп әдемілеп түйіп аламыз. Мантоваркамыздың астын майлап, мантыларымызды рет-ретімен салып аламыз. Үстін майлап, газға 45 минутқа жібереміз. Мені қолдап, менің YouTube каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Сонымен өте дәмді мантылар дайын, ас болсын.